Ағымдағы жылдың 9 айында Риддердің 1000-нан астам тұрғындары ресми жұмыссыз мәртебесін иеленген. Барлығына жұмысқа тұрудың түрлі шаралары қолданылған. Өз кезегінде көптеген салаларда кадрлардың тапшылығы байқалады. Толығырақ сюжетте. Тұрғындарға есеп беру кездесуінде Риддер әкімі проблемалық сұрақ деп көптеген салалардағы кадрлардың тапшылығын ескерді. Мәселен, денсаулық сақтау саласында қала ауруханаларында аз дегенде 10 дәрігер жетіспейді. Емханада бір дәрігерге 2-3 учаскеге қызмет көрсетуіне тура келеді. Ол медиктерге де ауыртпалық түсіреді және кезектерді тізілтіп, пациенттерге ыңғайсыздықтар туындатады. Сонымен қатар тұрғындардан қаланың ішін таза болу үшін қоғамдық жұмыстар санын арттыру жөнінде ұсыныс түсті. Алайда бұл жерде де жұмыс қолының жетіспеушілігі сезіледі. Вакансиялар ашық, бірақ олардың төленетін ақшалары төмен, жұмыс істеуге ниеттілер жоқ. Қала басшысы ұсынысты түртіп алды және тұрғын үй коммуналды шаруашылығы бөлімімен бірге проблеманың шешімінің жолдарын іздестіруге уәде берді. Дәулет Батырбаевтың пікірінше, бірінші кезекте қоғамдық жұмыстарға жіберілетіндердің еңбек ақыларын арттыру керек. Сол кезде вакансиялық орындар аз, ал қаланың таза көшелері көп болады. Жоғары білікті кадрлардың тапшылығы және жай жұмыс қолдардың жетіспеушілігі медальдің бір жағы. Екіншісі, 2 есе артқан жұмыссыздардың саны. Өткен жылдың тура осы кезеңімен салыстырғанда. Тұрғындардың жұмысқа тұруы жөніндегі мамандар ресми тіркелген жұмыссыздар санының артуының себебі жұмысқа тұру жөніндегі жаңа жобалардың ендірілуі болды деп түсіндіруде. Күміс жас, тұңғыш жұмыс орны сияқтылары. Мансаптық орталықтың жұмыс әдістері де өзгерген. Ол нүктелі болды. Аулаларды аралап, тұрғындармен және жұмыс берушілермен жұмысқа тұру жөнінде өтетін кездесулерінде жұмысқа тұру жөніндегі мамандар бейресми жұмысқа тұрған риддерліктерді анықтайды. Осындай кешенді әдістің арқасында жыл басынан 1700-ден астам адам жұмысқа орналастырылды. Айта кетсек, 785 жұмыс орындары уақытша субсидияландырылған. Яғни жұмысқа тұрған жұмыссыздардың еңбек ақыларын мемлекет толық немесе ішінара төлейді. 1351 жаңа жұмыс орындары қалыптастырылған. Оның 130-ы ұлттық жобалар мен облысты дамыту бағдарламасын жүзеге асыру аясында. Ескере кететіні, кәсіпкерлікті дамыту ұлттық жобасы бойынша тұрғындардың осал буындары санынан 18 риддерліктер, олардың 6-ы жұмыссыздар мәртебесін иеленген. Өз істерін жүргізуге мемлекеттік гранттар алған. Жалпы сомасы 12 миллион теңге. Грант алушылар Риддерде мемлекеттің қолдауының арқасында мал шаруашылығын дамытып, еттен жартылай фабрикаттар өндірісін аша алады. Сонымен қоса, сүйікті ісімен айналысып, түрлі қызметтерді, тігіншілік, шаштараздық, фитнес және сұлулық қызметтерінде көрсете алады.